Көктемде ең алғаш бой көтеретін гүл бәйшешек. Сондықтан оны көктемнің жаршысы деп те атайды. Қызыл кітапқа енген осы кішкентай ғана гүлдің күлтелері көптеген ауруға шипа екенін білесіз бе? Өкпе туберкулезі, бронхит пен құрыспа ауруларында бәйшешектің тамырын сүтке пісіріп беруге болады. Ал тамыр сабағы мен жапырағының қайнатпасы буын ауруларына ем. Сондай-ақ оның қақырық түсіретін, несеп айдайтын, аздап іш жүргізетін де қасиеті бар. Ол сондай-ақ қан құрамын жақсартып, ішек секрециясы мен тамақ бездерінің қызметін қалыпты жүйеге түсіреді. Фитотерапевттер оны аққан ауруын емдеуге қолдануға болады дейді. Ол үшін сәуір айының ортасына дейін бәйшешектің гүлі мен тамырын алып кептіру керек. Сосын ұнтақтап 100 грамын жарты килограмм балға араластырамыз. Бұны аққан ауруына ұшыраған адамға күніне 1 шай қасықтан 3 рет сырқат жағдайы жақсарғанша ішкіземіз. Ұнтақтың 1 ас қасығын жарты литр қызыл шарапқа, яғни виноға салып, үстіне 100 грамм балды қосып, 4-5 күн тұрғызып, күніне 3-4 рет астан жарты сағат бұрын 1 шай қасықтан ішкізсе де оң әсері болады. Емдеу мерзімі 3 ай. Ғалымдар бәйшешектен алынған экстракттардың 2 түрлі ісік клеткаларының өсуіне қарсы әсер ететіндігін анықтаған. Ол ісік клеткаларының өсуін тежейді. Себебі бәйшешектің құрамында өте жоғары мөлшерде ісікпен күресетін гал және хлороген қышқылдары бар. Басқа да биологиялық белсенді заттар оның құрамында жетерлік. Ал фитотерапевттер бұл гүлдің күлтелері ас қорыту жолдарының жұмысын жақсартып, ондағы барлық кеселді кетіретіндігін айтады. Халық емшілері бұл күлтелерді спиртке тұндыру арқылы да кеселдерге шипа болатын дәрі жасайды. Бүйрек үсті безінің жұмысы бұзылғанда бәйшешектен тұнбаны үй жағдайында да әзірлеуге болады. Оның 80 дана кептірілген күлтесін жарты литр араққа салып, бетін жақсылап жауып, 40 тәулікке күн сәулесі жақсы түсетін жерге қою керек. Белгілі уақыт өткенде оны сүзіп алып, салқын әрі құрғақ жерде сақтауға болады. Бұл тұнбаны таусылғанша күніне 3 рет астан 20 минут бұрын 20 тамшыдан ішіп жүрсе, оң нәтижесін байқалады. Оны аз мөлшерде балмен араластырып қабылдауға да болады. Қышыма, қотыр, іріңді жара, басқа да тері ауруларында бәйшешектің тамырынан тұнба әзірлеуге болады. Ол үшін кептірілген 50 грамм тамырды 1 литр спиртке салып 1 ай тұндыру керек. Аракідік шайқап тұрған абзал. Оны терінің проблемалы жерлеріне толық жазылғанша күніне 1-2 рет жағамыз. Алайда осыншама пайдасы мен шипасы бар кішкентай ғана бұл өсімдіктің қызыл кітапқа енгізілгендігін естеріңізге саламын. Қазақстан заңнамасында бәйшешекті жұлғандар үшін әкімшілік қана емес, сонымен қатар қылмыстық жауапкершілік те қарастырылған. Рұқсатсыз жұлынған әрбір бәйшешек үшін бірнеше айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынатындығын білгеніңіз жөн. Бәйшешек жайлы келесідей қызықты деректерді біле жүріңіздер. Бәйшешектің латынша атауы галантус. Ол гректің гала, сүт және антус гүл деген сөзінен шыққан, яғни қазақша атауы сүт тамшысы деген мағынаны береді. Бәйшешектің аппақ қауызы шын мәнінде де қатып қалған сүт тамшысына ұқсайды. Халық арасында бәйшешек әртүрлі аталады. Оның атауы көп.
Кейбірі бұл гүлді қар астындағы раушан, 1 айлық, Пасха қоңырауы деп те атай береді. Бәйшешек нәркес гүлінің туысы. Олардың екеуі де амарилистер жанұясына жатады. Бәйшешек қар түскеннен кейін қаңтардан бастап сәуір айына дейін гүлдейді. Бәйшешектің ең көп түрін Кавказда кездестіруге болады. Ол жерден бәйшешектің 16 түрі табылды. Бәйшешектің құрамында алғаш рет Воронов бәйшешегінің баданасынан бөлінген және маңызды негізгі дәрі-дәрмектер тізіміне кіретін гартанамин органикалық қосылысы бар. Галактаминді жұлын ауруының қалдықтық әсерін, қозғалыстық бұзылуларды, орталық жүйке жүйесінің бұзылуымен және де басқа да ауруларды емдеу үшін қолданады. Бәйшешектің көктемде шығатынына қарамастан, ол 10 градус аязға да төзе алады. Оған мұндай аязға төтеп беруіне негіз болатын сабағындағы жұқа түктерден тұратын өзіне тән қабығы көмектеседі. Галантофилия термині бәйшешек коллекциясын жинау дегенді білдіреді. Британдық Калесбурн саябағының Глочестершир графтығының батысында ең көп бәйшешек коллекцияларының бірі өседі. Бұл нәзік өсімдікті табиғат зерттеушісі Генри Джон Элвис 130 жыл бұрын жинай бастады. Тіпті оның құрметіне Түркияда табылған бәйшешектердің біріне соның аты беріліп, Элвис бәйшешегі деп аталған. Бәйшешек гүлі сондай-ақ әртүрлі өнер туындыларында да кездеседі, және ол көптеген жазушылардың шығармаларына арқау болған. Мысалы, Ханс Кристиан Андерсеннің 1862 жылы жазылған «Кішкентай батыл гүл мен қыздың тұрақсыз махаббаты» туралы баяндалатын ертегісі, немесе зұлым өгей шешенің қыстың ортасында кішкентай қызды бәйшешек жинауға жіберуі туралы айтылатын Самуил Маршактың 1942 жылы жазған 12 ай ертегісін айтсақ болады. Ресейдің Қызыл кітабына бәйшешектің 6 түрі, ал Қазақстанның Қызыл кітабына 2 түрі енгізілген. Бәйшешекті заңсыз жинаған және сатқан Ресей азаматтарына да көптеген айыппұлдар салынады. Бүгінде ғылымға бәйшешектің 80-ге жуық түрі белгілі. Оның ең сирек кездесетін түрлері Орта және Оңтүстік Европада, Қырым, Кавказ жерлерінде, Кіші Азия аумағында кең таралған. Біздің еліміздің Іле, Жетісу, Теріскей алатауларында, Ұзынқара жотасында және де Қаратауда өседі. Ел аузында гүлдің пайда болуы туралы небір әдемі аңыздар баршылық. Соның біріне құлақ түріңіз. Ерте заманда жер бетінде қатал қыс ұзақ аялдап, қақаған аяз кетпей тұрып алады. Сол заманда тау бөктерінде орналасқан жертөледе бір шағын отбасы өмір сүріпті. Отағасы жанұясын асырау үшін жұмыс іздеп жер дүниені шарлап кетеді екен. Әйелі мен 2 перзенті оны күтумен болады. Күндердің күнінде қаңтар айының аяғында ұл баласы қатты науқастанып ауырады. Әбден шарасы таусылған ана Тәуіптің көмегіне жүгінеді екен. Тәуіп әйел оның кеселінің себебін анықтайды. Ол сәбиді емдеу үшін жаңа өсіп тұрған гүлдер мен жапырақтар керек екендігін мәлімдейді. Анасы мен бауырының қайғысына шыдай алмаған әпкесі емшіге керекті өсімдіктерді іздеп жолға шығады. Қараса, айналаның бәрі мұзбен шырмалып, қалың қармен көмкерілген. Бойжеткеннің бойын үрей билеп алады да, не істерін білмей отыра қалып,
қатты жылайды, Құдайға жалбарына бастайды. Жүректен шыққан ыстық жастар қарды тесіп, жердің түбіне жетеді де нәзік гүлдерді, яғни бәйшешектерді оятады. Олар қардың қалың қабатын тесіп, өздеріне жол салып, ақырында жер бетіне шыға келеді. Қыздың жасы тамған жерлердің бәрі әдемі ақ гүлдермен әрленеді. Сұлу бойжеткен оларды теріп алып, үйіне алып барады да інісін аман алып қалады. Содан бері бәйшешек үкілі үміттің нышаны болып саналған екен. Сонымен зерттеушілердің айтуы бойынша, бәйшешек гүлінен Альцгеймер және деменция ауруына шипа болатын дәрі-дәрмектер жасайды. Оның құрамында осындай ауруларға шипа болатын заттардың бар екендігі анықталған. Және де бұл өсімдіктің обыр ауруының жасушаларын өлтіретінде қасиеті жоғары бағаланады. Айтылған ақпараттар кәделеріңізге жарасын, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.